Сәлем достар, сіздерді каналымды көргеніме тағы да қуаныштымын. Бүгін сіздермен мынадай әдемі кішкентай бүлдіршін қыздарымызға арналған жемпір тоқитын боламыз. Жас шамасы менде 1-2,5 жасқа дейінгі шамамен қыздарға алдым. Сіздер бірақ қалаған размерлеріңізде тоқып алсаңыздар болады. Мынадай әдемі 5 жүректі жаңағы ілгекті салуды тоқитын боламыз. Жалпы бұны айта кететін жайт, тоқу білетін уже қолы үйренген мастерлерге арналған. Арқасы мынадай бізде жаңағы узор, негізі попкорнды узор деп айта аламын. Тоқу өте оңай. Крючокпен аламыз узорды. Крючок 4,5 мм. Жалпы керек құрап жабдықтардың барлығын мен астына жазып өтемін. Мен бастапқыда арачный шагпен алдым. Резинкасын 1-1 жаңағы оң және теріс ілмек алу арқылы алдым. Барлық резинкасы бірдей узормен тоқылды менде. Қолында да және мында жерде менде регланный линияда әдемі узор болып шығады, көріп отырсыздар, бірақ регланный линияда сіз жас шамасына шай жаңағы қысқартып аласыздар ма или ұзынғылтып аласыздар ма, оны өздеріңіз білесіздер. Мен мынадай жүп қолдандым, газал органик катон деп аталады. Құрамы 100% органикалық мақтадан тұрады. Балдарға яғни өте ыңғайлы құрамда. Метраж менде 50 грамм 115 метр. Мұнда көрсетілген спицы мен крючокпен қолданған жоқпын. Өзімде бар, қазір қолымда бар құрал жабдықты қолдандым. Сіздер негізі тоқыған кезде жалпы балдар кішкентай балаға тоқыған соң, тем более жаңағы осындай көктемгі жаздық сезондық жемпір болғаннан кейін құрамында мақтасы көп жіп алғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Жалпы тағы айта кететін жайт, егер де түсінбей қалған жерлеріңіз болып жатса, осы мастер-класс бойынша астына комментарийға жазсаңыздар, мен барлығына жауап беруге тырысамын. Немесе жаңағы менің инста парақшама кіріп соған жазсаңыздар да болады. Одан кейін басқа да қандай зат түсіргенді қалайсыздар, оны да жазып өтсеңіздер болады. Мен мына жерде ілгек тоқитын жерді платочный вязкамен тоқыдым. Өте оңай узор. Тоқып бастайық. Мен мұнда 3,75 размерде тіке спицаға 85 ілмек іліп алдым. Оны бірінші сабақта өттік. Тура солай іліп аласыздар, как обычно способпен. Енді бастаймыз. Ең бірінші ілмекті іліп аламыз. Одан кейінгі артқы стенкамен тоқимын. Барлық узорды осында артқы стенкамен тоқимын. Теріс ілмек аламыз. Енді қараңыздар, оң ілмекті біз артқы ілмекпен аламыз, бірақ айналдырып аламыз. Спицаны астынан өткізіп, жаңағы ілмекті іліп алып, қайтадан айналдырып, тура жаңағы спицаға салып, осыны оң ілмекпен тоқимыз. Түсіндіңіздер, қайталаймыз. Теріс ілмекті, как обычно, артқы стенкамен теріс ілмек қылып тоқимыз. Ал оң ілмекті спицаны астынан алып, жұмыстың спицаға жаңағы ілмекті іліп алып, қайттан айналдырып келіп, тура сол спицаға салып, оң ілмек қылып тоқимыз. Қайталаймыз. Теріс ілмекті, как обычно, артқы стенкамен тоқимыз. Осылайынан. Видеода тура қалай көріп отырсыздар, солай істесеңіздер болады. Одан кейін оң ілмекті астынан іліп аламыз, яғни айналдырып алып келіп, қайтадан спицаға салып, оң ілмек қылып, артқы стенкамен тоқитын боламыз. Мына осы узорды до конца осылайынан қайталаймыз. Артынан алып келіп, астынан алып келіп, айналдырып, қайта іліп, оң ілмек қылып тоқимыз. Тура осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Қатардың соңында кесетін боламыз. Мен тоқыдым 85 ілмекті, көріп отырсыздар, шеті бізде арачный шаг сияқты, яғни өте әдемі узор болып қалыптасты. Енді қалған уже біз 7 қатар бірінші ілмекті міндетті түрде іліп аламыз, яғни просто оң ілмекті оң ілмекпен, теріс ілмекті теріс ілмекпен 7 қатар солайынан оң теріс ілмекті кезектестіріп тоқитын боламыз.
барлығын, бірақ артқы стенкамен тоқыдым мен. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, алдыңғы стенкамен тоқысаңыздар да болады, артқы стенкамен де тоқысаңыздар болады. Ол андай маңызды нәрсе емес. Менде де қалыптасып жатыр узоры. Тура осылай. Арачный шагпен өтеді. Осылай біз 7 қатар тоқимыз. Енді мен 7 қатар ретінде алдым. Сіздер жіптің қалыңдығына сай, мысалы егер қалың жіп болса, аз қатарда аласыздар. Жұқа жіптеу болса, жоғары қатарда. Міне мен де тоқып бітірдім. Менде 7 қатар шықты. Одан кейін маркермен мен белгілеп алдым. 17 ілмек алдына кетті. Одан кейін 2 регланный линияда. Одан кейін 9 ілмек қолға, тағы 2 регланный линия, 25 артына, одан кейін 2 регланный линия, 9, 17. Тура осылайынан бөліп алып алдым. Енді негізгі узорды тоқуға кірісетін боламыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Екінші ілмекті теріс ілмекпен тоқимыз. Одан кейін үшінші ілмекті оң ілмекпен. Енді бірінші ілгек салатын орында ілу үшін накид аламыз. Одан кейінгі 2 ілмекті қатарынан оң ілмек қылып, яғни тоқимыз. Барлығын мен артқы стенкамен тоқыдым, оны айтпай қойын. Одан кейін қалған енді ілмектердің барлығын оң ілмекпен тоқып шығамыз. Мына жерде бізде уже бірінші ілмектің орны қалыптасты. Барлығын дальше оң ілмекпен тоқып шығамыз. Задний стенкамен. Жаңағы белгілеп алған біздің маркерімізге дейін. Маркерге келген кезде біз уже регланды линияда шығару керекпіз. Міне біз келдік. Соңғы ілмекті белгілеп алдық. Одан кейін бізде мына жерде маркерді мен спицаға іліп алдым. Сіздер астындағы ілмекке іліп алсаңыздар болады. Спицаға аударып аламыз. Мына жерде енді регланды линияда жаңағы узорды шығару үшін бір накид аламыз. Жіпті орап аламыз. Одан кейін арадағы екеуін оң ілмекпен тоқимыз. Одан кейін қайтадан орап аламыз спицаға сол жіпті. Дальше уже қайтадан келесі маркерге дейін қайтадан оң ілмекпен тоқып шығамыз. Просто оң ілмекпен тоқимыз. Тура осылай, әрбір жаңағы белгілеп кеткен регланный линиядағы 2 ілмекке дейін осылайынан 2 шетінен жіпті іліп алып тоқып шығамыз. Мына жерде келдік, тағы да көрсетем. Тоқып жіберейік оң ілмекпен. Регланный линияға келдік та, екінші регланный линияға маркерді іліп аламыз. Одан кейін жіпті орап аламыз спицаға. Енді мен мына жерде қолыма орап, одан кейін спицаға көшіп алдым. Солай ыңғайлы болса, сіздерде солай істесеңіздер болады, немесе просто спицаға орай салсаңыздар да болады. Арасындағы екеуін оң ілмекпен тоқыдым. Одан кейін тағы да іліп алды, орап алдым жаңағы спицаға. Одан кейін тағы келесі маркерге дейін тағы да оң ілмекпен тоқып шығатын боламыз. Мына жерде тағы да қайталаймыз соны. Маркерді көшіріп аламыз. Арасындағы 2 ілмекке келген кезде 2 шетінен жіпті спицаға орап аламыз. Мен как өзіме удобно ретінде қолыма орап, одан кейін спицаға көшіріп аламын. Одан кейін арасындағы 2 ілмекті оң ілмекпен тоқимыз. Қалған 2 шетінен біз міндетті түрде жіпті орап аламыз. Дальше келесі маркерге дейін тағы да оң ілмекпен тоқып шығамыз. Барлығын артқы стенкамен тоқыдым. Мына жерде де тура солай қайталаймыз.
Все, енді соңына дейін просто тек оң ілмекпен тоқып шығамыз артқы стенкамен. Все, тоқып бітірдік. Міне бірінші қатарды біз бітірдік. Узордың бірінші қатарды. Енді екінші қатарда біз барлығын бастапқы 6 және соңғы 6 ілмектен басқасын барлығын тек просто теріс ілмекпен тоқып шығамыз. Бірінші 6 ілмекті тек оң ілмекпен тоқимыз. Ол как всегда, потому что жаңағы ілгекті тоқитын жерге бізге платочный вязкамен узор керек. Алты ілмек, міне 6 ілмекті тоқыдық, енді қалған ілмекті жаңағы соңғы 6 ілмекке дейін барлығын бірге тек қана теріс ілмекпен тоқып шығамыз. Астында комментарийда кейбір ханымдар асықпай тоқып көрсетіңізші деп жазған. Мен жаңағы жылдамдатқан жерлерім ол алдында көрсеткен узорды жаңағы қайталап жіберген жерлерім. Егер түсінбей қалсаңыздар, тағы да айтам, комментарийге сұрақ қойсаңыздар болады. Мен түсінбеген жерлеріңізге жауап беруге тырысамын барлықтарыңызға. Барлық видеоны барлық мастер-классты бір видеоға салу қиын, сол себепті арасында айналдырып жіберуге тура келеді маған. Жаңағы бізде ілмек қосып алған жерлеріміз, бұл жерлерді де біз қосып алған ілмекті де теріс ілмекпен тоқимыз. Арачный шагтағы 2 ілмекті де теріс ілмекпен тоқимыз. Ой, кешіріңіздер, регланный линиядағы. Егер маркер қабаттасып жатса, сіздерге онда астындағы 2 ілмектің жанынан белгілеп алсаңыздар болады. Міне бізде полный екінші қатарда теріс ілмекпен тоқыдық, соңындағы 6 ілмекті тек оң ілмекпен тоқыдық. Екінші қатарды бітірдік. Енді үшінші қатардан бастап бізде қазір узор бастаймыз. Енді көріп отырсыздар, бізде мына маркердің арасында 4 ілмек бар. Бірақ бізде 4 ілмек емес, негізгі 2 ілмекті негізге алып тоқитын боламыз регланға. 6 ілмекті бастапқа тек оң ілмекпен тоқимыз, как всегда тоқып аламыз. Ілмек салатын жер, егер қанша ілмек саласыздар, соған байланысты. Мен 5 ілмек болғаннан кейін, мысалға арасына 12 қатар салып ілмек салатын жерді тоқыдым. Жаңа басында бірінші қалай тоқыдық, солай тоқимыз. Мен 6-уын тоқып алдым бастапқы. Платочный вязкаға керекті узорды. Енді қараңыздар, бізде қазір мына жақта узорды бастаймыз. Жаңағы попкорнды узоры. Сол үшін тағы біреу оң ілмекпен тоқып аламыз. Енді осы жерде бірінші попкорнды тоқимыз. Бізге 4-ші размерлі крючок керек, менің жібіме сай. Одан кейінгі міне ілмекке алып тоқып жібереміз де, сымнан түсіреміз спицадан. Одан кейін осы жерде 2 көтерме ілмек аламыз. Енді накид алып, осы жерде тура сол бір жерден 3 столбик с накидом тоқимыз. Аяқталмаған 3 столбик с накидом тоқимыз. Тура видеода қалай көрдіңіздер, солай тоқысаңыздар шығады. Екінші столбик с накидом, біріншісі, екіншісін тоқып аламыз. Үшінші столбик с накидом енді. Мен 3 столбик с накидом тоқыдым.
крючокта 4 ілмек, соның барлығын бірге бірден тоқып жібереміз. Одан кейін тағы да көтерме ілмек аламыз. Все, спицаға қайтадан іліп аламыз, алдына жібереміз. Міне бізде бірінші попкорнды узор қалыптасты. Енді осыдан кейін 7 оң ілмек тоқимыз. Жұмыстың оң жағында всегда оң ілмек тоқимыз. Артқы жағында тек қана теріс ілмекпен тоқимыз. Узордың барлығын тек оң жақ бетінде аламыз. Ол түсінікті жайт, иә. 7 ілмек аламыз арасына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілмек алып алдық. Енді тағы да попкорнымызды қайталаймыз. Келесі ілмектен ілмекті оң ілмек қылдық тоқып жібереміз де спицадан түсіреміз. Одан кейін осы жерде 2 көтерме ілмек аламыз. Бұл как бірінші столбик с накидом болып есептеледі. Одан кейін тағы да 3 столбик с накидом осы бір жерден аламыз. 3 столбик с накидом, аяқталмаған 3 столбик с накидом. Бұның барлығын мен крючокпен тоқуға арналған сабақта айтып өттім, иә. Екінші, үшінші. Осы жердегі бастапқы мені тоқып алсаңыздар, ары қарай мен бұл жерлерді айналдырып жіберем, потому что маған барлық видеоны бір форматқа сыйдыруға қажет. Спицаға қайта іліп аламыз. Енді дальше маркерге дейін тоқимыз. Тағы біріншісі іліп аламыз. Тағы екіншісін. Маркерді түсірейін, маған мына жерде қабаттасады. Сіздерге уже түсінікті деп ойлаймын. Екіншісін тоқып алдық. Енді бізде міне так, мына жерде 2 ілмекті ғана біз регланный линияда 2 ілмекті ғана ортасындағы 2 ілмекті негізге алып тоқимыз. Жіпке, спицаға жіп іліп алдық. Екеуін тоқып жібереміз. Оң ілмек қылып. Тағы да жіп іліп аламыз спицаға. Одан кейін қайтадан келесі ілмекті тоқимыз. Так. Мына жерде алдында бізде 2 шишечка попкорн деп айта берейін. 2 попкорн тоқылды. Енді көрдіңіздер, иә, тағы да 3-ші попкорнды бұл уже қолға кететін узор. 2 осы жерге тоқып жібереміз. Жаңа бізде арасындағы 2 негізгі регланный линиядағы ілмекті тоқып алғаннан кейін тағы да 2-ін тоқыдық, 2 ілмек. 1 ілмек тоқыдық. Екіншісі, үшіншісі. Тағы бір көтерме ілмек аламыз. Соңынан көтерме ілмек алуды ұмытпаймыз. 4 ілмекті қосқаннан кейін. Все, енді тағы да 7 ілмекті тоқимыз. 7 оң ілмек. Біріншісін тоқыдық. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ілмек тоқып алдық. Енді тағы да мына жерде бізде 3, 4, 5, 6, 7. Енді тағы да узорымызды тоқимыз.
ой. Бір, екі. Үшіншісі. Все, төртеуін бірге іліп аламыз. Одан кейін тағы бір көтерме ілмек аламыз. Одан кейін қайттан спицаға іліп, дальше біреу. Мына жерде көріп отырсыздар, иә, арасындағы біз екі ілмекке келдік. Қайтадан жіп іліп аламыз. Іліп аламыз. Арасындағы екі ілмекті тоқимыз. Тағы да біреу. Так, бесеу тоқимыз енді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бес ілмек тоқимыз. Арқа жағында басар кезде постоянно бес ілмек алып аламыз алдынғы. Бізді қолын тоқыдық, алдыңғы жақты тоқыдық. Енді арқасын тоқимыз. Мына жерде біреу тоқыдық, екі ілмекті тоқып алдық, одан кейін бесеу тоқыдық. Все, бес ілмек тоқимыз, одан кейін қайтадан узорымызды тоқимыз. Іліп аламыз. Бір, екі көтерме ілмек аламыз. Одан кейін 3 столбик с накидом тоқимыз. Тура осы жерге аяқталмаған 3 столбик с накидом. Узор түсінікті деп ойлаймын уже сіздерге. Так, біреу, екеу. Так, екіншісі. Накид аламыз. Үшіншісін тоқимыз. Біріншісінен өткіздік. Екіншісінен өткіздік. Все, төртеуін бірдей тоқып жібереміз. Крючоктағы 4 ілмекті. Одан кейін тағы бір көтерме ілмек аламыз. Арасына 7 ілмек саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да узор тоқимыз. 6, 7. Бізде алдында екеу кетті, қолына екеу кетті, арқасына үшеу жібереміз. Төртіншісін тоқимыз. Бұл енді менің сіздерге барынша асықпай түсіндіріп көрсеткенім. Осыдан кейінгі алдағы уже узорды көрсеткен кезде осыны айналдырып жіберемін, уже сіздерге түсінікті деп ойлаймын, қолдарыңыз үйренген шығар деп ойлаймын.
Так, тағы да жетеу саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, жетеу. Тағы да узорды тоқимыз. Все, тоқыдық. Спицаға қайтадан іліп аламыз. Не көріп отырсыздар, осылай түсіп кетпесін, сіздерде де шығып кетпесін ең бастысы. Дальше тағы да маркерге дейін, яғни бізде басына 5 ұсталып 5 ілмек тоқимыз. 3, 4, мен уже маркерді көріп отырсыздар, байқап отырсаңыздар, мен маркерді іліп алдым. Спицада, то маған неудобно. Сол үшін 2 ілмектің шетінен, чтоб қателеспес үшін іліп алдым. Все, 2 ілмекке келдік. Жіпке іліп аламыз. Одан кейін арасындағы 2 ілмекті тоқимыз. Қайтадан іліп аламыз жіпті спицаға. Қайтадан тағы 1 ілмек тоқимыз. Басында жаңағы қолын, сосын кеудесін қалай бастадық, мына аяқта да тура солай аяқтаймыз. Мына жерде жаңа біз іліп алдық, 2 ілмекті тоқыдық, іліп алдық, сосын тағы да 1 ілмек тоқыдық. Все, тағы да узор тоқып жібереміз. Все, тоқыдық. Бұл узор уже сіздерге үйреншікті шығар деп ойлаймын, айналдырып жіберем. Енді менде тағы да шығып кетіп жатады. Енді тағы да арасына 7 ілмек саламыз. Байқап отырсаңыздар, міне жаңағы узорлардың арасына 7 ілмектен саламыз, И дальше кейінгі қатарларда да тура солай узорлардың арасына 7 ілмектен салып отырамыз. 7 ілмек тоқыдық. Қайтадан узорды тоқимыз. Шығып кетпес үшін сымды бері қарай шығарып қойсаңыздар да болады. Так, арасындағы 2 ілмекке келдік. Біреу жаңа узор тоққаннан кейін 1 ілмек іліп алдық, 2 ілмектің арасына 2 жағынан міндетті түрде жіп іліп аламыз. 2 ілмекті тоқыдық, тағы да жіп іліп аламыз. Ол, как всегда, осылай. Регланды линияның 2 шетінен жіп іліп аламыз. Так, 2 ілмекті тоқыдық, жіп іліп алдық. Біреу тоқтық, 2 ілмек жіп іліп алдық, тағы да 1 ілмек тоқыдық. Одан кейін қайтадан узорды тоқимыз. Жоқ, 2 ілмек тоқимыз. Одан кейін барып қайтадан узор тоқимыз. Бір, екі, накид. Бірінші столбик с накидом. Аяқталмайды. Екінші столбик с накидом осы жерде аяқталмаған. Қайттан үшінші столбик с накидом аяқталмаған.
жіп менде таза мақтадан жасалғаннан кейін арасына бір-біріне жабысып қалып жатыр. Все, енді төртеуін қатарынан бірге тоқып жібереміз. Тағы бір көтерме ілмек аламыз. Спицаға іліп аламыз. Енді арасына тағы 7 ілмек саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ілмек салдық. 1, 2, 7-не бізге жаңағы 6 платочный вязкаға линия қылу керек. Узорымызды тоқаламыз осы жерде. 1, 2. Іліп алдық. Қайтадан спицаға саламыз. Одан кейін 1 ілмек тоқимыз. Енді міне 6 ілмек қалды. Оны 6 ілмекті, как всегда, екі шетіндегі 6 ілмекті тек оң ілмекпен тоқимыз. Все, тоқып болдық. Міне бізде осындай узор қалыптасты. Бастапқы узор. Енді теріс жағынан, как всегда, жаңағы 2 бастапқы 6 ілмектен басқасын тек теріс ілмекпен тоқып шығамыз. Бірінші 6 ілмекті және соңғы 6 ілмекті тек оң ілмекпен тоқимыз. Біріншісін іліп алдық, екіншісі оң ілмек, үшіншісі 4, 5, 6. Все, 6 ілмекті тоқыдық. Енді қалғанын соңғы 6 ілмектен басқасын барлығын теріс ілмекпен тоқып шығамыз. Барлығында мен задний стенкамен тоқыдым, бірақ сіздер енді оң алдыңғы стенкамен де тоқысаңыздар болады. Көрдіңіздер ғой, жаңағы алған узор попкорнды да біз теріс ілмекпен тоқимыз. Все, дальше қатардың соңына дейін теріс ілмекпен тоқып шығамыз. Соңғы 6 ілмектен басқасын 6 ілмекті оң ілмекпен тоқимыз. Міне біз алдыңғы қатар тоқыдық теріс ілмекпен, енді келесі қатар тоқимыз. 6 ілмекті мен оң ілмекпен тоқып алдым. Енді қараңыздар, келесі қатарда біз барлығын оң ілмекпен тоқып шығамыз. Жаңағы регланный линияларды ғана қалай тоқыдық, солайынан тоқимыз, қалғандарын узорсыз просто оң ілмекпен тоқып шығамыз. Регланный линияға келдік. Жаңағы арасындағы 2 ілмекті келген кезде мынаны тоқып жіберейін. Алда да тура осылай. Жаңағы регланный линияға келген кезде осы 2 ілмектің арасынан, 2 шетінен міндетті түрде орам іліп аламыз. Спицаға орап аламыз жіпті. Арасындағы 2 ілмекті тоқимыз. Одан кейін қайтадан орап аламыз спицаға. Одан кейін дальше келесі маркерге дейін, келесі жаңағы регланный линияға дейін просто тек оң ілмекпен тоқып шыға береміз. Тура осылайынан 7 қатар тоқимыз біз әлі алда. Теріс жағынан тек теріс тоқимыз. Жаңағы бастапқы және соңғы 6 ілмектен басқасы. Міне бастапқы 6 ілмек және соңғы 6 ілмекті тек оң ілмекпен тоқимыз міндетті түрде.
ал қалғандарын теріс ілмекпен тоқимыз, ол теріс жағында. Тек регланный линияға келген кезде осы жайтты ұмытпаңыздар, міндетті түрде жаңағы екі шетінен екі ілмектің ілмек іліп аламыз, жіпті спицаға іліп аламыз. Оң ілмекпен осылайынан теріс ілмекпен теріс жағын тоқимыз, оң ілмекпен оң жағын тоқып шығамыз. Осылайынан тағы да 7 қатар тоқимыз. 7 қатар тоқып алдық біз. Оң жағында оң ілмекпен, теріс жағында теріс ілмекпен алдық. Тек қана теріс ілмекпен де. Ал бастапқы және соңғы 6 ілмекті тек қана оң ілмекпен тоқыдық. Оң жағында да теріс жағында да тек оң ілмекпен тоқыдық. Так. Енді келесі тағы узорды тоқимыз. Бастапқы 6 ілмекті, как всегда, оң ілмекпен тоқып аламыз. Міне 6 ілмекті тоқыдық. Енді қараңыздар, бізде мына жерде екі ілмек, екі узор, екі попкорнды алдық. Енді тағы да екінші қатарда тағы да екі попкорн болады. Бірақ бізде біріншісін 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, екеуінің ортасынан жіберу керек біз. Мына екі попкорнның ортасына келу керек. Так, ол үшін біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, одан кейін 5 ілмек тоқыдық, иә. Одан кейін 5 ілмек тоққаннан кейін просто сіздер қарап алыңыздар, өздеріңізде осы жерге келсе, егер екі попкорнның тура ортасындағы ілмекке келуге қажет. Яғни алдыңғы қатардағы попкорндардың ортасына келесі қатар келу қажет. Тура солай сіздерде болса егер, онда дұрыс. Менде просто өзімде осы 5 ілмектен кейін тура ортасына келіп тұр, одан кейін екіншісін тоқимын. Менде біріншісін міндетті түрде осыған келдім. Біріншісін тоқып алдым. Міне арасына 7 ілмек саласын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, я 7. 1, 2, 3, 6, 7. Енді екінші попкорнды тоқисың. Тоқыдық, іліп аламыз. Одан кейін 1, 2 ілмек тоқып аламыз. Регланный линияға келдік. Как всегда, регланный линияда екі жағынан тағы да жіп іліп аламыз, иә. Бірінші жіпті іліп алдық. Линиядағы 2 ілмекті тоқимыз. 1, 2. Қайтадан іліп аламыз жіпті. Қолында бізде тағы да бір ілмек тоқылық. Бір ілмек тоққаннан кейін қолында біз уже 3 саламыз, сол үшін басында біреуін тоқыламыз. Мына жерде регланный линиядан кейін жаңа жіпті іліп алғаннан кейін бір ілмек тоқып жібереміз, одан кейін жаңа узор тоқимыз попкорнда. Попкорн или шишка, әркім әртүрлі жасайды, айтады. Кімге қалай ыңғайлы, солай айтады. Арасына 7 ілмек саламыз. Оң ілмек. 3, 4, 5, 6, 7. Енді тағы екінші, міне қараңыздар, 7 ілмек салдым, бірақ тура сол ортасына келу керек, алдыңғы екі жаңағы шишканың ортасына келу қажет.
ортасына келді. Енді тағы да 7 ілмек аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ілмек алдық. Тағы да жаңағы шишканы тоқимыз, попкорнды тоқимыз. Енді маған қалай ыңғайлы солай айта беремін. Шишка деп айта берейін, енді сіздерге қысқа түрде түсінікті болу үшін. Узор дей салайын елем. Тоқып алдық. Тағы бір ілмек аламыз. Енді регланный линияға келдік. Жібіліп аламыз спицаға. Екі шетінен линиядағы екеуін тоқып аламыз. Бір, екі. Тағы да жібіліп аламыз. Енді тағы да 5 ілмегі тоқимыз. Мен деп тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Алдында 2, қолында 3 тоқыдық. Енді артқы жағына 4 тоқимыз. 1, 2, 3, 4 тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Бесеу тоқыдық, жаңағы регланный линиядан кейін жіптеліп алғаннан кейін 5 ілмек тоқимыз. Одан кейін жаңағы узорымызды тоқимыз. Бірінші. Ең бастысы қалай келу керек? Жаңағы 2 узордың алдыңғы қатардағы 2 узордың ортасына екіншісі келу қажет. Біріншісін мына бергі жақ шетіне жіберіп отырық біз. Біріншісін жібердік. Енді тағы 7 ілмек тоқимыз. Жеті ілмек тоқыдық. Ортасына келіп тұр, байқасаңыздар. Міндетті түрде ортасына келу қажет. Чтоб узор қалыптастыру керек. Тағы да узор тоқып жібереміз. Тоқыдық. Спицаға іліп аламыз. Тағы да 7 ілмек тоқимыз. Келесі жаңағы шишкалардың ортасына келу қажет. Арасына солай 7 ілмектен саламыз. 7 ілмек тоқыдық. Тура ортасына келді. Тағы да бір узорды тоқып жібереміз. Қайттан іліп аламыз. Тағы да 7 ілмек тоқимыз. Төртінші шишкамызды тоқимыз осы жерге. Бұл бізде арқа жағы. Енді қанша ілмек қалды, сонша тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5 ілмек регланный линияға дейін іліп аламыз. Регланный линияға келдік. Жіптеліп аламыз спицаға.
линиядағы 2 ілмекті тоқимыз. Бір, екі. Қайтадан жіптеліп аламыз спицаға. Все, енді жаңағы қолымда қалай тоқыдық, тура солайынан мына жерде де тоқимыз. Бір ілмек ілдік. Келесі ортасына келу қажет бізде. Бір ілмектен кейін тоқып аламыз. Біріншісін. Бізде қолына біз бұл қатарда 3 шашка жібереміз. Арасына 7 ілмек саламыз тағы да. Тағы да шашка тоқимыз, екіншісін. Қолдағы екінші шашканы. Спицаға іліп аламыз, тағы да 7 ілмек саламыз, оң ілмек жаңағы. Одан кейін қолдағы үшінші шашкамызды тоқимыз. Үшіншісін тоқып жібереміз. Қайттан спицаға іліп аламыз. Тағы да бір ілмек тоқып жібереміз. Регланный линияға келдік почти. Регланный линияға келдік. Енді тағы да екі шетінен жіп іліп аламыз спицаға. Біріншісі. Линиядағы 2 ілмекті тоқимыз. Екінші шетінен тағы да жіп іліп аламыз. Тағы да бір ілмек тоқыдым. Екінші ілмек тоқып жіберем. Все, тағы бір шашка тоқып жібереміз. Біріншісін. Екінші осы қатарда да жаңағы 2 шашка шығарамыз алдыңғы жағынан. Арасын 7 ілмек салғамыз. Ол жаңағы жеріміз тура алдыңғы қатардағы мына 2 шашканың ортасына келу қажет, е. 7 ілмек салдық, мына ортасына келіп тұр, қарайсыздар. Одан кейін екіншісін тоқимыз. Бәрі. Қалған ілмектердің барлығын оң ілмекпен тоқимыз. До конца 6 ілмекті де оң ілмекпен тоқимыз. Все, тоқып болдық. Узорның екінші қатарын почти міне. Екінші қатарлы шашканы бітірді. Енді келесіде тағы да біз 7 қатар жаңағыдай
оң жағынан қалай тоқыдық алдыңғы 7 қатарды тура солайынан оң жағынан оң ілмекпен теріс жағынан теріс ілмекпен тек регланный линиядағы жаңағы екі шетінен алуды ұмытпаймыз. Содан кейін алдыңғы және соңғы мына жерде регланный линия және алдыңғы және соңғы 6 ілмекті тек оң ілмекпен тоқимыз, соны ұмытпаймыз. Тағы да 7 қатарды тоқисыздар. Мына тоқып бітірдік 7 қатарды. Енді үшінші қатарлы шешечканы тоқимыз қазір. Мына жерде оң жағынан оң ілмекпен, теріс жағынан теріс ілмекпен просто тек 7 қатар тоқып алдық, алдында. Енді келесі узорды бастаймыз. Бастапқы жаңағы 6 ілмекті міндетті түрде оң ілмекпен тоқып аламыз. Мына жерде ұмытпайсыздар, арасына жаңағы 12 сызық, мына жерде қалай айтсам болады, сіздерге 12 қатары линия, 12 линиядан кейін барып, 12 немесе 11 кімге қалай ыңғайлы линиядан кейін барып, жаңағы ілгектің орнын саласыздар. Бірінші ілгекті қалай салдыңыздар, тура солайынан. Так, енді узорды бастаймыз. 6 ілмектен кейін тағы бір ілмек алдық, одан кейін бірінші шешканы тоқимыз. Басында 6 ілмек, тағы бір ілмек, оң ілмек тоқыдық, енді шешканы тоқып жібереміз, бірінші шешканы. Уже біз алдыңда енді 3 шешкі шығару керекпіз. Бірінші шешканы тоқып жібереміз. Бұл неге бірінші шешканы бұл жерге тоқыдық? Себебі алдыңғы қаттар емес, яғни предпоследний линия бар ғой, ең бірінші тоқыған линияны көріп отырсыздар, ең бірінші жаңа шешканы қай жерден алдық? Мына жерде үшінші қатарда да тура солайынан, яғни алдында тоқитын кезде де тура осылайынан біз істейміз. Арасына 7 ілмек салғатырық мына жерде. Яғни алдыңғы мына жерде көріп отырсыздар, мына линияға келеді. Яғни бірінші шешкі, ең басында тоқыған шешкіға қай жерге тоқыдық? Осы линия бойынша тоқимыз. Арасына 7 ілмек салып. Енді бара-бара түсінесіздер, мына жерде қалай шығады, өздеріңіз түсініп кетесіздер. Былай қараса, узорғандай қатты қиын емес. Екінші шешкіні тоқыдық, тағы 7 ілмек салып, үшінші шешкіні тоқимыз. Бұл жерде бізде үшеу, яғни тоқып отырған қатарымыз предпоследний линиядағы шешканың бойына келу қажет. Уже біз қазір 4-ші қатардағы шешканы тоқыған кезде біз 2-ші қатардағы шешкаға қараймыз. 5-шісін тоқыған кезде 3-ші қатарға, яғни предпоследний линиядағы шешкаға қарап, сол линия бойынан шешканы алып тоқитын боламыз. Сол кезде біз қателеспейміз. Тек бара-бара біз қосамыз. Мына жерде біз уже 3 шешканы тоқыдық. Үшіншісі, тағы бір 2 оң ілмек тоқып жібереміз. Регланный линияға келдік. Регланный линияда жіптіліп аламыз бірінші шетінен. Линиядағы 2 ілмекті тоқимыз. Екінші шетінен жіптіліп аламыз. Қолынан енді тік бір ілмек тоқыдық. Одан кейін қайттан бірінші шешкіні тоқимыз. Біз алдыңғы қатарда 3 тоқысақ, енді мына қатарда біз 4 шешкі шығарамыз осы қолдан. Біріншісін тоқып жібердік. Енді арасына 7 ілмектен салып, екінші, үшінші, төртінші жаңағы шешкіні тоқимыз. 7 ілмектен саламыз арасына. Не көрінсі, мына линияға келеді, ең бірінші тоқыған шешкінің бойындағы линияға келіп отыр. Тура осылай жаңағы 4-ші қатарда уже біз 2-ші қатарға қараймыз. 5-ші қатардағы шешкада біз 3-ші қатардағы шешкаға қараймыз. Солайынан дальше кетеді. Алдық.
Все, дальше жетіден салдық, міне. Тағы іліп аламыз. Узыр тоқы жібереміз шишканы. Енді тағы 7 ілмек алып, соңғы 4-ші, 5-ші шишканы тоқимыз. Бесіншісін тоқимыз. Тоқы жерді тағы да бір ілмек тоқы жібереміз. Регланный линияға келдік. Қайттан, как обычно, жібіліп алып тоқимыз екі жағынан. Іліп алдық. Регланный линиядағы екі жіпті тоқимыз. Қайттан іліп аламыз спицаға. Арқасына келдік. Так, 5 ілмек тоқы жібереміз. 1, 2, 3, мына жерде бізде арқасында 4 болса, 5 тоқимыз келесіде. 3, 4, 5 ілмек тоқыдық. Бірінші шишканы тоқы жібереміз. Арқа жағында, как обычно, басына біз 5 ілмек салып отырмыз, байқаңыздар. Бірінші шишка кетті. Енді арасына 7-7-ден салып, до конца тоқимыз. Соңында тағы да біз 5 ілмекті просто оң ілмекпен тоқимыз. 7 ілмектен саламыз енді дальше. Все, дальше енді 7 ілмектен салып, арасына дальше соңына дейін тоқисыздар. Дальше 7 осы келесі регланный линияға дейін. Тағы 7 ілмектен саламыз. Соңғы попкорн бізде мына шишка. Арқадағы. Салдық. Енді дальше жоқ, бұл соңымыз. Предпоследний. Все, мына қолымен алдын біз басында қалай тоқыдық, тура солайынан дальше тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді соңғысын тоқимыз. Тағы 5 ілмек тоқы жібереміз. Регланды линияға дейін. 3, 4, 5. Жібіліп аламыз. Линиядағы 2 ілмекті тоқимыз. Қайттан жібіліп аламыз.
бір ілмек тоқып жібердік. Мынада қалай тоқыдық? Алдында тура солайынан тоқимыз, иә? 1, 2, 3, 4. Мына жерден біреу. Мына жерде біріншісін тоқимыз уже. Одан кейін 7 ілмек салып, екіншісін, 7 ілмек үшіншісін, 7 ілмек салып, тағы 4-шісін тоқисыздар. Одан кейін регланный линияны тоқисыздар. Қайттан 2 ілмектен кейін біріншісін, екіншісін, үшіншісін тоқисыздар. Одан кейін 6 ілмекті соңында 10 ілмекпен тоқып шығасыздар. Мына басында қалай тоқыдық? Соңғы жағында тура солайынан тоқып аяқтайсыздар осы қатарды. Осыдан кейін тағы да 7 қатар. Просто оң жағынан оң ілмек, теріс жағынан теріс ілмек алып тоқисыздар. И дальше мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Менде 9 қатар. Тағы 3 қатардан кейін сіздер уже басында ілмекті қалай алдық, солайынан ілгекке орнын қалдырасыздар. Біз ілгекке орын қалдырдым, көріп отырсыздар, иә. 7 ілмек тоқып алдық. Мына жерде 7 қатар деген 7 қатар тоқып алдық. Енді тағы келесі қатар, мына алдыңғы предпоследний линиядағы, мына уже екінші қатардағы линиядағы шишечканың бойына келу қажет. Соны ескереміз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ілмек тоқыдым. Мына линияға келу қажет біріншісіне. Бірінші жаңағы шишканы тоқимыз. Бұл бізде уже 4-ші қатардағы узор, иә? 4-ші узордың 4-ші қатары. Енді тағы 7 ілмек салып, мына қатардағы тағы бір тоқимыз. Одан кейін 7 ілмек салып, мына жерден соңынан тағы бір узор аламыз. Регланный линияға келдік, тоқып алдық. Регланный линияда тағы да жаңағыдай жіп іліп аламыз екі жағынан. Регланный линиядағы 2 ілмекті тоқып жібереміз. Екінші жағынан тағы да жіп іліп аламыз. Енді қолын тоқимыз. Қолында бізде алдында 1, 2 ілмек тоқып жібереміз. Жоқ, 1 ілмек тоқимыз. Регланный линиядағы 2 ілмек тоқимыз, одан кейін іліп аламыз, одан кейін тағы 1 ілмек тоқимыз. Енді қатарыңыздар. Мына жерде бірінші, бізде 2, мына линиядан 7 ілмек былай санаймыз. 2, 4, 5, 6, 7, как раз келіп тұр. Осы жерден бірінші жаңағы шишканы тоқимыз. Одан кейін 7 салып, соңына дейін тағы тоқып шығамыз. Біріншісін тоқиық. Іліп аламыз спицаға. Енді арасына 7 ілмек алып, келесі шишканы тоқимыз. Ол шишка бізде мына линияға келеді. Одан кейін мына линияда, одан кейін осы линияда, соңында тағы бір шишканы тоқимыз мына жерге.
мына жақта да тура осылай алдыңғы қатарға линияға қараймыз. Бірақ бізде мына жерде 3-5 болса, біз мына жерде уже 7 санаймыз. Мына жерде тоқимыз, одан кейін 7 салып мына жерде тоқисыздар. Одан кейін регланный линияны тоқисыздар. Екі шетінен жаңағы жіп іліп алып. Одан кейін 5 ілмек тоқып жібересіздер артқа жағынан. Мына жерден 7 ілмек салайсыздар. 1, 3, 6, 7. Міне көрдіңіздер, 5 ілмек тоқып, 1, 2, 3, 5 ілмек тоқып жібересіздер. Одан кейін бірінші шишканы тоқисыздар. Одан кейін мына линияда екінші шишканы тоқисыздар. Үшінші, төртінші, бесінші, соңында 7 ілмек салып, тағы 6-шысын тоқисыздар. И мына жақта қалай тоқыдыңыздар, қолы мен арқасын, мына жақта да тура солайынан тоқып шығасыздар. Предпоследний линияға қарайсыздар. И соңында 6 ілмекті тура оң ілмекпен тоқисыздар. Тағы да солайынан 7 қатар саласыздар тағы да. Главное, регланный линияны ұмытпаңыздар. И дальше так 3. Одан кейін тағы да осылайынан предпоследний линияға қарап, қанша керек сіздерге сонша қатар тоқып аласыздар өздеріңіз. Все, мен тоқып алдым. Сіздерде тоқып алды деген үміттемін. Бізде мына жерде 3, тағы да 3 қатар тоқыдық. 3-3-тен болды шишка. Мына жақта 3, 5 қолда. Арқада менде 3, 6 шишка. Қолда 5. И алдыңғы жағында 4, 3. 3 шишкадан. Одан кейін 7 қатар тоқып алдым. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5. Менде 11 мен 12-ның арасында екінші ілгек салатын жерді тоқыдым. Бірінші олының барлығын жаңағы бірінші қатарды қалай тоқыдық, солайынан, тура солайынан тоқисыздар. Одан кейін мына 7 қатар тоқып алдым. Оң жағынан оң ілмекпен, теріс жағынан теріс ілмекпен. Енді узордың келесі қатарын тоқимыз. Так, мына жерде 6 ілмекті бастапқы оң ілмекпен тоқып жібересіздер. Так, біріншісі. 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6 ілмекті тоқып алдық. Одан кейін тағы бір ілмек аламыз оң ілмекпен. Одан кейін бірінші шишканы тоқимыз. Себебі жаңа предпоследний қатарда бірінші шишка осы линияның бойында тұр. 4-ші размерлі крючокпен бірінші шишканы тоқимыз. Все, тоқып алдық бірінші шишканы. Енді арасына 7 ілмектен саламыз. Келесі екінші, үшінші, төртіншісіне. 6, 7. 7 ілмек салдық. 7 ілмек. Одан кейін 7 ілмек мені көрдіңіздер, предпоследний линиядағы шишканың бойына келіп отыр. Одан кейін тағы да 7 ілмек салып келесісін тоқимыз. Үшіншісін, одан кейін тағы 7 ілмекпен 4-шісін тоқимыз. Одан кейін регланный линиядағы 2 ілмекті тоқимыз арасына 2 салып. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Бізде келесіде уже 6 ілмек салу керек. Біріншісі мына қатарға келеді. Одан кейін бір ілмек тоқимыз да, бірінші жаңағы шишканы тоқимыз. Жаңа регланный линиядан кейін бір ілмек аламыз. Одан кейін шишканы тоқимыз. Одан кейін арасына 7 ілмектен саламыз. Алдыңғы қатардағы шишкаға келу қажет.
жеті ілмектен салып 2 3 мына 1 2 3 4 5 и соңында 6-шысын тоқисыздар. Жетеуден салып. Арқа жағында да тура солай. Регланный линия тоқып алғаннан кейін 5 ілмек аласыздар міндетті түрде. Одан кейін біріншісін тоқисыздар. И дальше 7 ілмектен салып до конца тоқып шығасыздар. Мына линияға келеді. Екінші 5 ілмек аласыздар. Біріншісі, екіншісі мына линияға келеді, предпоследний линияға. Одан кейін үшінші, төртінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, и мына жақта соңында 7-шісін тоқисыздар. Дальше осылайынан қатардың соңына дейін тоқисыздар. Мына жерде менде камераға түсіру мүмкін емес. Жіптің ең бастысы предпоследний линиядағы главный сутьті түсінді деп ойлаймын, мағынасын. Предпоследний линияға қарайсыздар. Қатар өскен сайын бір-бірден өсіресіздер. Одан кейін осы линияны тоқылғаннан кейін тағы да 7 ілмек тоқисыздар. Просто оң жағынан оң, теріс жағынан теріс. Жаңа алдыңғы қатарларда қалай тоқыдық, тура солайынан тоқып шығасыздар. Все, дальше келесі қатарда кездесеміз. Дальше өздеріңіз тоқисыздар. Міне біз тоқып алдық. Бізде арқа жағында 7 шықты. 1 2 3 5 қатарлы шишканы тоқыдық. Арқа жағында 7 болды. Қол жағын ең бірінші алдыңғы жақта. Так, мына жерде 2 так, алдыңғы жағында бізде 4 шықты. 4 шишка. Одан кейін тағы да 7 қатар тоқыдық. Қол жағында бізде 3 алтау шықты. 5 алтау шықты. Одан кейін тағы 7 қатар тоқыдық. Мына жақта да 3 4 5 алтау 7. Арқа жағында 7 болды. Все, бізде бірінші бөлім аяқталды. Енді келесі бөлімде қалғанын тоқитын боламыз. Келесі бөлімде уже қолды шығарамыз дальше. И кеудені тоқимыз дальше. Енді қолды шығару үшін мына жерде бізде маған басқа спица қажет. Тура осындай размерде. Оны енді екінші бөлімде дайындап астына описанияға жазып кетемін. Мен 4-ші размердегі спица. Келесі бөлімде уже біз қолды шығарамыз. Маған осындай 4-ші размердегі спица. Қандай леска ұзындықта қажет, өздеріңізге байланысты. Кезген ұзындықтағы лескада бола береді. Главный 4-ші размерде болса болады. Все, дальше енді келесі екінші бөлімде дальше тоқитын боламыз. Мына жерден бастаймыз. Екінші бөлімде осы қатардан тура жалғастырып тоқимыз.